Көтеріліп кетсің. Братан, зәреңді алдың ба? Бәжі, біздің ауылдан кім көтерілді деп жүрім, ол да қолады. Жоғарыдан істейміз. Жай, братан, жай. Жай ғой. Жайдан жай адам жүрмек. Қыз ба? Кім? Қайдан біліп қойдың? Біз де жас болдық. Біз де қарадық, біз де құладық. Жіберейін мұны үшін. Братан, тыныш шықты деймін, қыз шықты. Кім шықты? Қыз шықты, братан. Қайда? Қара сашты ұстап, братан. Қайда? Көрдің бе? Оға. Мынау саған ауырлау емес па? А чё, братан, вообще шанс жоқ па не? Кімде? Менде? Жоқ, сенде шанс бар ғой, бірақ мұна мен қалай болады екен? Братан, конкретно айтам, түсініп тұрсың ғой? Бір ауыз сөйлессем, свидание болса, ештеңе аямаймын, братан. Ештеңе аямайын дейсің бе? Ештеңе аямаймын, братан. Жарайды. Саған көмектесейін. Мен ол қыз танимын. Маған мүмкіндік бар, бір-екі рет сөйлесіп алайын, сосын сен жолықтырам. Шын ба? От души, міне. Жігітпіз ғой енді. Бір жар. Смело, братан, қойып берем. Смело болғанда енді бір алдын ала аванс бір плата деп. Қойшы, братан. Қазақ дұрыс бірдей осы аванс плата деп. Жұмысты бастап кетейік, братан. Свидание істеп бір сөйлесейік, смело қойып берем. Мұнауың Смело қойып берем, братан. Дым уайымдамашы. Дайындап қой, барам. Болды. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопаратым браттар батыр, браттар батыр. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай қыздар батыр, қыздар батыр. Мен стилім шиелі. Мен стилім мақұм, стилім жосалы. Бай қоңырдан прямой ғарышқа қойдық жол салып. Мен стилім төре тап, стилім таза бастама. Стилім қармақшы, стилім алғашқа астана. Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда. Стиль таза Қызылорда. Эксклюзив дейма бірденке сондай. В общем, дүние жүзінде 15-ақ адамда бар деді ғой. Нашар мәшіне болып тұр ғой мынау, Жақсы болса көбілт қысап көп шығармай ма? Ең қиын болғаны мына сирек түсті табу болды да, сонымен кішкене уақыт кетіп қалды. Нан кожасы наппа ғой деймін да? Наппа ма, я. В общем, сондай бірденке үстіне 20 мың доллар қостым ғой кожасына. Сонда қаншаға шықты? 150 миллиондай ғой. Қанша? 153. Әлде ұнап қалды ма, Ереке? Жоқ, крышасы да жоқ. Оның үстінен ауылда Урал мотоциклді айдап жүрген кезде талай шапканы жоғалттық қой. Оның жағдай жоқ. Жоқ, ұнап қалса сен айт, Ереке, проблем жоқ, мә, сыйлайым. Қойшы. Сенікі? Қалай ол? Менікі. Или былай істейік. Біздің командаларымыз ойнайды ғой әлі. Бір ойын бар. Егер сенікілер ұтса, машина сенік. Ала бер. Не? Жаман айтпай жақсы жоқ. Біздікілер ұтылсашы. Әне сен өзіңнің командаңа күмәнің бар ма? Жоқ. Айырат біздікілер, Болды ғой онда айырса. Бірақ егер айырылып қалсаңдар, стадион менік. Стадион. Стадион дәу. Мынау кішкентай. Оның үстіне стадион халықтікі ғой. А чё, ауылдың адамдарынан дух кет қалған ба дейді? О.
Кім ол? Ана городской бала саған сынып жүр екен. Вообще неудивительно. Өзім в шоке. Ба ойлап тұрған ғой қалжыңдап бір деп. Как неудивительно? Ну ладно енді. Ойланып көруге болады былай. Ай, ойланбай ақ қоясың ау. Үркітіп аласың. Andi өзім Ну білейін. ладно, енді аға, келіңізші. Ну, жақсы енді, уговорили. Кешкі сағат 9-да ана клубтың алдына келіп тұрсын. Білесіз ғой, мен күткенді ұнатпайтын, келіп тұрсыншы тез. Қай клубтың алдына? Бізде 10 клуб аға, бір клуб қой сол. Ай, городской май. Ішіп кетесің ау мен сияқты. Кезінде 2007 жылы мына жерде жесткий ойын болды. Қойшы, братан. 2008-ге шейін болды. Бір жыл мане. Бір жыл бір-бірін аламайды. Одан кейін мына жерде 40 мың жанкүйер бар. Ой, братан, сыймайды ғой 40 мың. Өзі ауылда азақ адам емес. Енді мына жағында 40, мына жағында 1000 адам да? 40 мың адам да? Бәсе. Мықты ойын болып жатыр енді. Бір-бірін аламайды, сосын өзім кірісейін, өзім кіріп келдім да бір тепті да 2 гол салып жібердім ғой. Бильярдтағы әңгіме болғанда, братан. Енді 2 гол салдым ғой енді. Ең басты салдым ғой. Бір қарасам бар ғой, мына поле жайлап жарыла бастайды ғой. Мынау ма? Иә, жарылады, төмен қарай, жарылып, төмен қарай түсіп жатады, поле жарылып жатады да. Ортасынан бір лысый біреу шығып, пальто киіп алған, мынандай намордник тағып, тұрады да ана теректі ауылын жаулап аламын дейді. Жақын жаулап алған, мен тұрған кезде мені атып шықтым, ол атып шықты да. Сонан да айбалтай маған ұрады ғой. Мен қолмен тоқ ұстап аламын ғой. Қарсы? Қолым 2-ге бөлініп кеткен ғой. Бэтмендағыдай болып тұр ғой да, братан. Воу. Братишка! Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Ассалаумағалейкум. Не, қатты футбол ойнап қоясың ба не? Жоқ, братан, саған жетпейм ғой по-любому. Рахмет. Қатты кіріп кетті бірақ, а? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Мен екінші қолдан алтын ба не? Жігіттер әңгіме былай ғой. Саша Ақшаш деген братан түрмеге түсіп қалды. Соған тиын ұйымдастыру керек. Бір 3 досын пышақтап тастады, соның артынан жаңағы ұзақ әңгіме ол жігіттер. Бригададан көргенсіңдер ма? Жоқ. Танымайды онда Сашаны. Қатты күліп қоясыңдар ма не? Или күлкілі әңгіме айтып тұрып қойсыңдар ма? Жоқ, братан. Или че, 3-2 бар ма? Жоқ. 4-2 бір ше. Братан, сен мен даже 1-1 бар ғой. Мам, братан, сен мен 1-1 бар. Жоқ ей, Дархан братан, сен мен паразым. Сен атыңды білмейді ғой, саған Дархан деп тұр ғой. Ой, сізбен, бойыңыз кішкентай, сізбен көк спортивка киіп алғансыз ғой. Али, сен үйтіп артық кетпеші. Інім деген сайын басқа шықпа сен. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Екінші қолдарына алтын ба не? Ассалаумағалейкум. Не себепсіңдер? Жай інілерімізбен әңгіме айтып сол. Бара беріңдер. Жақсы тренер, сау болыңыз. Ертең кешікпеңдер. Болды. Жай жүрсіңдер ме? Сол жай қал жағдайларын сұрап. Мен білем ғой сендер не үшін жүргендеріңді. Жігіттер, мына балалардың мазасын ала бермесіңдерші. Қойсыңдаршы. Біз қазақпыз. Өзі азақпыз. Жер-жерге бөлінсек, ру-руға бөлінсек, бір ауылдың ішінде жыл-жылға бөлінсек, неміз қалды сонда? Мыналар футбол ойнаймыз. Осы ауылдың намысын қорғаймыз деп, кешке дейін бір жеріне су аққанша терлеп тепшіп, тренировка жасап жүр. Сендер келіп мазалайсыңдар. Ол болмайды, жігіттер. Керісінше мында келіп қолдасаңдар болады ғой. Қолдаймыз ғой, братан. Команда қаласыз ба бізді? Мен саған ондай әңгіме айтып тұрған жоқпын. Жақында бізде выездной матчтар болады. Бірақ оған қолдауға бұл ауылдан ешкім бармайды ғой. Соны өздерің ауылдың жастарын, ұл-қыздарын жинап, ұйымдастырсаңдар болады ғой соны. Абырой бар жігітсіңдер ғой. Болды, ұйымдастырамыз ғой. Шөлдеп кеттім, бар, су алып кеш бар. Қазір Дархан бар алып. Мен барып келемін. Сен алып кеш. Мен ба? Иә. Братан, мен старша келдім ғой. Старшақ қой, братан. Баған бер, мен не айтып тұрмын оған?
Кезінде бізде старшактар айтқан кезде. Болды, братан. Дархан. Сен былай өзі ақылы бар жігітсің ғой. Оның үстіне красавчиксің. Әңгіме мындай ғой. Мынау выездной матч болады да бізде жақында. Соған бір жақсы қолдау керек болып тұр. Мына өзің білесің. Да. Так, проверка жақында кетеді. Стадион меншікке өтуге дайын. Қашан бітіреміз? Бітіреміз. Келесі апта шешіледі. Тез ұрып тастау керек. Енді оған асығыстық жоқ қой. Қалай асығыс жоқ? Сен осы кейінгі уақытта біртүрлі сенімсіз сөйлейтін болсың. Немесе стадион туралы ойыңнан айнып қалған жоқсың болса? Сосын сөйлесейікші, иә. Мына жерде телефон ұстамай тұр. Алло, естілмейді. Алло. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Аяқ жағы дұрыс болмай қалды, өзім де байқадым. Команданың репетициясы қалай? Дайын ба, осы жолы тамыз ғой, Адош? Жаман емес дайындық. Бұл командамен алдында ойнағанбыз. Олардың ойын тәсілін жақсы білеміз. Дайындаламыз. Әдөш, дайындық пайындығыңды білмеймін. Мен бәстесіп қойдым. 100% гарантия оту керек. Ерекесіз. Ерегедікесіз. Бәстескен не сол? Футболға жалпы бәстесудің қажеті жоқ. Құр әшейін ойын ғой бұл. Спорт. 100% деген әңгіме жоқ бұл жерде. Мына әлемдік мықты командалардың өзі кейде болмайтын бір командалардан ұтылып қалып жатады. Сондықтан мына бәсіңізден бас тартыңыз. Керек емес ол. Қойшы, осыдан бәстен ұтылсам, бәстерін жұлам. Түсіндің ба? Онда менің бір шартым бар. Қойшы, шарт парт деме. Ереке ол подсовка ғой. Шығатын жақ мына жақ. Не шарт? Айт. Бұл ойынды білесіз. Бөтен ауыл, бөтен алаң. Әр команданың өзінің жеке жанкүйері болу керек. Енді біздің балаларды да жетімсіретпейік. Ауылдан өзіміздің бір топ адамды құрайық. Сіз автобус жалдаңыз, тамақтандырыңыз. Сонда команда жігерленіп, көңілді жақсы ойнайтын болады. Келістік. Сөйтпейсіз бе? Давай. Ереке ол подсовка ғой. Білем, айта бермеш. Міне, ұстаңыз. Персик деді. Мен сені соқ сұрадым ба? Ішік көріңізші аға бірінші. Анау қайда? Ішік көріңізші деймін. Немене дедің? Че-то маған не дейін айта беріңіз. Кім не дейді? Қалай кім қыз? Бұлай қалай сен өзіңе бұлай уверенсің ба? Ойландың ғой? Конечно, уверенмін аға. Онда тыңда. Кешке кафеде күтеді сені. Кешікпей келсін деді сағат 9-да. Болды. Қай кафе? Бірақ кафе бар ғой. Қаптаған кафе жоқ қой, бірақ кафе ғой. Соған келсін деді. Болды. Аға, мен кішкене переживать етпін ба, все-таки. Өзіңіз апарыңызшы мен. Мен саған не, балам ба? Аға. Жарайды. Рахмет, келсін. Кешікпей келсін деді. Бақытты болғың келсе кешік барасың ау.
звондап тұрған қараш. Роза, қалайсың? Нормально. Не жаңалық? Жаңалығы жоқ, сол алдындағы концертті айтпасаң. Мейрамбек әншінің орны. Менде кеше не болды? Айтып үлгерген жоқ ма? Тыңдасайшы кішкене. Мен білем ғой енді сен қалай сұрайтыныңды. Короче, прикинь, кеше ана городской жігіт бар емес па? Сол маған сынып жүр. Қай городской? Яно бар емес па? Футболист, қаладан келген. Сол бізде бір футболист қой енді. Сабыржан. Білмеймін, атын білмеймін енді. Макс арқылы айтып жүрген ғой. Өзіңді ұқтырмаған шығар енді, менде әдемі қызға. Так вот, кешке мен свиданияға шақырып жатыр. Еле келістім. Енді үйдегі шаруалардың барлығын бітіріп тастадым, барлығы болғасын. Так вот, сен маған күшті көйлек берші, пожалуйста. А то менде свидание көп болғасын, мен көйлектерім барлығы бітіп қалған ғой. Қалай болады екен енді саған кішкене сәл-пәл кішкентай болып қалмай ма? Жоқ, күшті болады. Екеуміздің фигурамыз почти бірдей ғой, иә? Да? Иә, енді саған сәл толу керек, сол кезде прям күшті болады. Сонда мен сияқты күшті городской жігіттер қарап қалатын шығар. Ладно, енді үйде өзімдің көйлектерім барлығын бірдеметіп керім, короче. Мен саған кешке қалай болған, не болған, қай жерде тұр, қол ұстастық па, сейстік па, не істеген барлығын айтып беремін, қарашы. Сен үйде бол, ешқайда барма. Ну, енді сен бірақ үйдесің ғой. Қарашы, күт мені. Бабник. Мүмкін алтын күн аспанды ұрып жібереміз бе? Нұран емес па ол, братан? Зато бәрі орнынан тұрады. Сотталып кетпекші, братан. Онда анау Ердос Қанаевтың тема несі бар анау. Компьютерді бала кезден, Футболды мен бала кезден меңгергенмін, үйренгенмін. Ол рұқсат бере ма? Кім одан сұрайды дейсің? Айта беріңдер, ода тұрған ештеңке жоқ. Ән ғой ол. Бірақ бір өтініш, клип түсіріп қоймаңдаршы. Оның онсызда мынандай клипі бар. Болды, братан. Братан, негізі 84-тер ар жақта, котельный жақта жиналып жатыр да. Бәсе, мен біреуін танып тұрған жоқпын ше? Жақсы. Ой, братан. Короче бар ғой, Мадияр братан бар ғой. Соның братанның братаны бар ғой. Соның братанның братаны ғой, короче. Да, ол братан ба? Сондай братан ғой. Сондық братан екен ғой. Братан. Шудам, не жиналысып отыр? Или новый сажак сайленецтан ба? Жоқ ғой, братан, сенсіз өткен өмірдің қалай еді? В общем, братан, сен алай-бұлай кетіп қалып жатсаң да, бар ғой, сенсіз елестете алмаймыз ғой, братан, мына жерде. Сен көтке кіріп жатсың ба, или мені өлтірейін деп жатсың ба? Жоқ енді, братан, енді өмір бәрі өледі, сен өлеміз деген ғой, братан. Дархан, өтініш, аузыңды жапшы. Бүкіл ауыл бар ғой, өтініш жасап отыр саған, аузың жапсын деп. Соны айтуға келдім саған. Не жиналысып отыр? Клубқа ұран тауып деп соны жасап. Өтінішті осыған жіберші, жапшы аузыңды, өзім түсіндіріп берейін. Клубқа әнұран іздеп жатырмыз. Короче, бәрі тегін. Баратын жеріміз, жататын жеріміз тегін. Футболға барамыз, жанкүйер боламыз. Күшті емес пе? Қала, ауыл, барлық жерде тема жасаймыз, братан. Не әнұран енді оға жоқ? Дайындап қойдық қой, братан. Анау Ердос Қанаевтың компьютерді бала кезде. Ол компьютер мен футбол не қатысы бар? Өзгертеміз ғой, братан. Анау футболды мен бала кезден меңгерген стадион болып айтамыз ғой. Ол рұқсат бере ма? Сұрақ қойдық, братан. Клибін да түсіреміз. Оның клипін түсірмей қой керек. Оның мынандай клипі бар ғой. Иә. Не істейсің, братан? Мен этот тауығымды іздеп жүрмін. Тауып көрмеңдер ма? Табамыз ғой, братан. Таппасаңшы? Тауық болып тұрып қой, мына екеуі уже тауық қой, братан. Сен ше? Мен әтешпін, братан. Қайда кетті ғой? Ана отқан сол емес па? Братан, ол мен пақаным ғой. Ән өлетін жерің. Әні қызбен кездесетін жерің дейін. Қалай ма, нормально тұр ма? Жақсы. Гүл алғансың? Конечно. Барда күтіп отыр. Чекушка ше. Қалдыр өзіңе керек болып қойды.
ешқандай сен келеді деп ойлаған жоқпын бар ғой шынымды айтсам. Привет, қалайсың? Сабыржан, Айғаным, бірақ Сати деп айта бер. Сати? Иә. Вообще келмейді ғой ағам ба? Енді мен фамилиям Сәттіғұлова ғой. И бүткіл ауыл мені Сати дейді. Сен де айта бер. Роза келмей ма не? Оны не істейсің? Естегенде, анау алқашаға ештеңе айтқан В жоқпыз. смысле алқашаға? Білесің ба, ол мен туған ағам екенін. И вообще оның аты Макс аға. Болды, кешірші, ұмытып қалдым атын. Макс аға, иә. Макс аға айтқан ғой, сен свиданияға шақырт деп. По идее, мен вообще қолым бос болмаған ғой. Сол дым дайындалмай, осылай шығып кетті енді. Не болды? Маған күліп отырсың ба? Жоқ, саған емес. Енді? Кстати, бізге бір плотно пранк жасады ау деймін. Мен негізі Розаны шақырған ғой. Сен сонда мен свиданияға шақырған жоқсың ба не? По идее, мен свиданияға шақырмағаның күшті болды негізінде. Потому что мен бүгін 2 жігіт шақырып қойғанда, и Макс ағаның көңілін қалдырғым келмей, сол сенің Саған. Рахмет! Ренжіс жоқ қой, точно? Там ренжіс жоқ вообще. Мен онда жігітіме свиданияға кете берейін, я? Жақсы болды негізінде, молодец. Мен күшті да, рахмет. Сабыржан. Сөйлесейік, братан. Машина салдың? Сәке, братан, қойып бері бақтан, братан.